Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сұрақ: жолаушы намазын қалай оқиды? Ханафи мазхабындағы адам 15 күннен аз мерзімге қалу ниетімен 104 километр немесе одан ұзақ жолға шықса, ол кісі мүсафир болып есептеледі, яғни жолаушы болып. Жолаушы 4 ракат намазды 2 ракатқа қысқартып оқиды. Ал жергілікті имамға жолаушы үйітін болса, онда 4 ракатқа толығымен оқиды. Ал егер сапардағы кісі имам болып, артындағы кісілер жергілікті кісілер болатын болса, сапардағы кісі 2 ракаттан кейін сәлем бергеннен кейін қалғаны толықтырып 4 ракат оқиды. Жолаушыға шариғатымызға берген жеңілдіктер: мәсіні 3 күнге дейін кие алады, оразасын бұза алады, жолаушыға құрбан шалу уәжіп емес, жұма намазы жолдағы кісіге парыз болып есептелмейді. Көп кездесетін оқиға: жолаушымыз деп 5 мен 2-ні ақшамен құптанып қосып жататын жамағатты көріп жатамыз. Бұл біздің мазхабымызда рұқсат етілмейді. Аллах Тағаланың Құран-ы Кәрімдегі: "Астағфирулла, инна ссалата канат алал муъминина китабан мавқутан", әлбәттә намаз муъминдерге уақытымен парыз етілді деген сияқты, әр намаз өзінің уақытымен оқылады. Бірге қосып уақытынан бұрын оқуға болмайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам тек қана қажылықты ғана қосып оқылғаны айтылады, оның сыртында ол кісі ешқашан қосып оқымаған. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.